ішіңіздің болмай плоский болғанын қаласаңыз, ең бірінші қыздардың қателігі тырыстырып шалбар киіп алатыны, верхний посадка мына жерді өлтіріп. Мен қылдықтай қылып ішімді көрсетіп тұрмын, белімді, талімді көрсеттім десе шатсасыз. Сіз керісінше мына жерге майды жинақтауға әпсептігін тигізіп жатсыз. Қан айналым дұрыс емес, ал ол дегеніңіз мына жерге майдың жинақталуы. Қыздар, таңертең аш қарынға тұрып, лимон қосылған су ішемін, маған ол азуыма көмектеседі дейсіз бе? Қателесесіз. Керісінше лимон аш қарындағы тітіркендіреді, біріншіден. Екіншіден ол отек береді. Оның салдарынан кекіру, жүрегіңіздің айнуы, асқазаныңыздың қыжуы, асқазан ауруы пайда болады. Екінші қателіктеріміз кешкі сағат 6-дан кейін тамақ ішпеу дейді. Бұл егерде сіз кешкі 6-тан кейін тамақ ішпей, сағат 9-10-да ұйықтап қалсаңыз, ал қазір бәріміз белгіліміз сағат 12-1-сіз, 2-сіз тіпті ұйықтамайтындарымыз бар. Ол дегеніміз сізді кортизолыңызды көбейтіп, аштық, стресс әкеліп, ол керісінше тәттіге құмарлаттырады сізді. Ең бастысы, азғысы келген қыздардың назарына 48 сағат ашығу арқылы арықтаймын. Өзіңізге сенімдісіз бе? Сіз сол режимді до конца сақтап өтетін болсаңыз ғана қолданыңыз. Әйтпегенде метаболизм сіздің жауыңыз емес, ол өзінің қорғану әдісіне көшеді. Ал ол дегеніңіз организм сізді соған үйретіп алады аштыққа. Сіз өзіңіз біліпсіз, шамамен 1 ай ұстап содан кейін қоя саламын десеңіз, ол организм одан большыны требовать етіп, весті армен қарай өте көп қарқында қосып береді. Азып жүрген қыздардың назарына аштық арқылы, диета арқылы азамын, 48 сағат ашығу арқылы азамын дегеніңіз 1 ай азасыз. Армен қарай ол результатты алмайсыз, кері жинап бересіз. Азамын деп өзіңіздің денсаулығыңызбен ойнаудың қажеті жоқ, қыздар.